Жас бойжеткен махаббатты ойыншық етем деп, әлемдегі ең жаман көретін жігітті сүйіп қалады. Бұлай болады деп оның екі ұйықтаса да түсіне кірмеген болатын. Сәлем достар. Бүгін біз сендерге романтикалық жанрда түсірілген «Сенен басқа кез келген адам» деп аталатын керемет фильмге шолу дайындадық. Пошел ты! Не знал, как вытурить. Катастрофа. Она никакая. Фильм басында кофейнадағы әжетханаға кірмек болып жатқан Би есімді басты кейіпкермен танысамыз, бірақ қыз клиент болмаған соң олар кіргізбей қояды. Қарама-қарсы кезекте тұрған ер адам қызға көмектесіп, әйелім деп шайға тапсырыс береді. Өзін Бен деп таныстырып, қыздың пальтосын ұстап күте тұруға келіседі. Би шалбарын бүлдіріп алады, бірақ әйтеуір бір амалын табады. Бен қызды кездесуге шақырады, және олар қаланың көшелерін аралап әңгіме айтады. Би көптеген жылдар бойы гимнастикамен айналысып, заңгерге оқып жатқан. Бен Биді үйіне шақырып тамақ жасап береді. Түнімен жүріп әңгіме соғады, ал сосын бірге диванда ұйықтап қалады. Таңертең Би сездірмей кетіп қалуды шешеді, бірақ жігіт бәрін естіп жатқан еді. Құрбысымен телефон арқылы сөйлесіп жатып, керемет адаммен кездескенін аңғарады. Бұл әңгімеден соң Би қайтып оралуды шешеді. Бұл уақытта Бен досы Питпен сөйлесіп жатты. Қыздың өзіне ұнап қалғанын айтқысы келмей, анау айтарлықтай емес деген сөзге тоқталады. Бірақ бұл әңгімені Би естіп қатты ренжіп қалады. Арадан 6 ай уақыт өтеді. Барда Бен, қарындасы Клаудия және оның қызымен кездеседі. Кенеттен Хелидің да сіңлісі Би бар екені анықталады. Кейіпкеріміз Бенмен амандасып жатып өзін ыңғайсыз сезінеді. Жігіт Бидің бір жолы пәтерінен қашып кеткенін айтып қалжыңдайды. Ал кейіпкеріміз өзі жайлы естіген жағымсыз сөздерді есіне салады. Жұп ұрсады. Ал сырттарынан Клаудия мен Хели қызыға қараумен болды. Олар екі жақта болған сәтте Би болашақ күйеуі Джонатанмен кездесіп үлгеріпті. Көп өтпей Клаудия мен Хели үйленгелі жатқанын білеміз. Тойларына барлығын шақырып Австралияда өткізбек екен. Бен мен кейіпкеріміз бір рейспен ұшып қалады. Бен тағы қыздың қашып кеткені жайлы айтып, олардың кездесіп қала беретіндеріне қызығады. Түнде Би жігітте печенье барын көреді және білдірмей жүрек жалғап алуды шешеді. Алайда қыз есерсоқтығының кесірінен жігітті оятып ала жаздайды. Әуежайда Пит оларды күтіп алады. Ал енді тойға дейін барлығы бір үлкен үйде тұруға мәжбүр екен. Би түсінбей қалады және мұндай жағдайларды алдын ала айту керектігін ескертеді. Австралия біздің кейіпкерлерді өз табиғатымен таң қалдырады. Екі келіншек Питпен бірге пляжға барады. Бен және Би де бірге баруды шешеді. Мұнда Клаудия келе жатқан тойға деген дайындықты уайымдайтынын айтады. Күтпеген жерден Бен пляжда ескі танысы Маргаретті кездестіріп қалады. Бұл уақытта Би бауырымен суға түсіп жатты. Хели Биге бірінші тұрмысқа шығып жатқанына ренжіп қалмадың ба деп сұрақ қояды. Қыз барлығы жақсы екенін айтып, көңіл көтеруді жалғастырады. Күтпеген жерден қыз Беннің әдемі бейтаныс қызбен сөйлесіп тұрғанын көріп қалды. Хели бұл бұрын жігіттің жүрегін жаралаған Маргарет атты қыз екенін айтады. Қыз несін жаралайды? Бенде жүрек жоқ екенін айтады. Маргарет жаңа жолдас тауыпты, ал Бенмен болған қарым-қатынас түкке де тұрмаған екен. Бұл уақытта Би заң университетінен оқудан қуылып кеткенін біледі. Қыз ата-анасына бұл хабарды қалай айтарын білмей уақытша жасыра тұруды шешеді. Энни мен Лио оған Джонатанмен тезірек қосыл деп миын жейді. Көңіл күйі түскен кейіпкеріміз әжетханада жылап алады. Бұл уақытта Бен өткеніне оралып, Маргаретпен суреттерін қарап жатады. Ал кешкі астан алдын Клаудияның ата-анасы барлығын үйде көргеніне және отбасында адам көбейіп жатқанына қуанышты екендерін айтып сөз сөйлейді. Кешкі ас кезінде Энни қызымен заң университеті және Джонатан жайлы әңгімесін жалғастырады. Барлығы ойын ойнауды шешеді. Бен тағы да кейіпкеріміздің үстінен күледі. Жұп ұрсып жатып, салют ұшырып, өрт шығарады. Маргарет жағдайды өз қолына алып, көйлегін шешіп отты өшіреді. Клаудия Бен мен Бидің ұрысының кесірінен бүкіл той бұзылады деп уайымдайды. Сонда Керл оларды қайта табытырып, айналаны құртып жатқан екі агрессивті адамдардан құтылуды шешеді. Таңертең барлығы өз істерімен айналыса бастады. Жігіт жаттығу жасап жатты, Би бассейнде. Ал ата-анасы жағалауда серуендеп жүрген еді. Бұл уақытта Керл йогамен айналысып, Маргарет жаңа жігітпен теннис ойнап жатты. Клаудия мен Хели айқай салып Би естісін деп Бенді мақтайды. Дәл осылай Пит пен Роджер де жасайды. Кейіпкерлеріміз оларды қосуға барын салып жатқанын байқайды. Керл қыз бен жігітке яхтамен жүріп келуді ұсынады. Күнде жүзіп жүргеніне қарамастан жігіт онша жүзе алмайтын болып шығады. Қыз оған яхтаға шығуға көмектеседі. Кенет Би жағалауда Джонатанды көріп ата-анасы қайта оларды қосуға аянбай тырысып жатқанын байқайды. Қыз мен жігіт келісімге келіп бірге сияқты болады. Сонда Би бұрынғы жігітпен қосылмайтын. Ал Бен Маргареттің назарын аударатын. Көп өтпей олардың жоспары іске аса бастап, Клаудия мен жұпы олардың татуласқандарына сене бастайды. Джонатанға бұл әрине ауыр кетеді. Тауға шыққанда жұп өзінің романтикалық қарым-қатынастарына басқаларды жақсылап сендіруді шешеді. Бен қызды ыңғайсыз құшақтап, көргендерді ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Кенет Би жігіттің денесінен үлкен өрмекші байқайды. Мұның арқасында Бен айқай салып, шешеніп та тастайды.
Бұл сценаны ешкім көрмейді. Себебі Пит коаланы байқап қалып, барлығы сүйкімді жануарға қараумен болады. Кейіпкеріміз Бенмен бәрі жақсы екенін көрсетуге тырысады. Қоса қыз көмектескені үшін жігітке рахмет айтып, өз жақсы қарай бастайды. Бұл уақытта Би бұрынғы жігітімен шахмат ойнауды шешеді. Джонатан қыздар колледждегі оқуы және таңдаған бағыты жайлы сұрайды. Бұл уақытта Бидің ата-анасы сырттан қарап тапсанып отырады, және әлі мүмкіндік бар деп ойлайды. Ал мұнда Бенге Маргарет жақсы көзқарастармен қарай бастайды. Жігіт Маргаретті қызғандырып әрекетке көштіретін бір іс жасауды өтінеді. Барлық отбасы керемет кемеде тойға дайындалып жатты. Би Джонатан мен Беннің арасында таңдау жасай алмай қиналып жүр. Екі жігіт те қызға ерекше қарайтын. Ата-анасы Бидің Джонатанмен қосылуын қалауда. Ал Керил мен Роджер олай ойламайды. Маргарита өз шаруаларымен жүргенде кейіпкеріміз іске көшеді. Жай ғана Би көмектеспейді. Сондықтан Би Титаниктегі сценаны қайталауды шешеді. Барлық қонақтар қызыға қарайды. Бәрінен артта тұрған Джонатан мен Маргаретте кішкене қызғаныш сезімін сезінеді. Бұл уақытта Бен мен кейіпкеріміз жоспарлары іске асқанына қуанып жатты. Алайда түспекші болған Би байқамай тепе-теңдікті жоғалтып суға құлайды. Көмекке артынан Бен секіреді. Біраз уақыт өте жұптың яхтада жоқ екенін басқалар байқайды. Кейіпкерлер көмек күтіп отырды. Қыз Джонатан өзі үшін тым жақсы болғандықтан ажырасқанын айтады. Кейіпкеріміз қоса оған да басқа ешкімге де заң факультетінен қуылғанын айтпапты. Қыз ақыры ер адамға деген сезімдерінен қорыққандықтан қашып кеткенін мойындайды. Бен бұл қылық ұнамағандықтан сонда Питке сол бір жағымсыз сөздерді айтқанын айтады. Би кетпей жатып театрға баруды ұсынады. Құтқарушы ұшақ оларды жоғарыға көтереді. Осында Бен биіктіктен қорқатынын айтады. Қыз жігіттің құлақ қабындағы естіген музыкасын шырқап береді. Үйге келген соң тағы да тост айтып ішеді. Бен мен кейіпкеріміз бұл жолы сезімдерін жасырмай ұмытылмас түнді бірге бастан кешіреді. Ұйқы алдында Би барлығын дұрыс емес жасап, қателік жіберетінін айтады. Мұндай қарым-қатынас Бенге ұнамай кетуді шешеді. Оны Би байқап көңіл күйі түсіп не істерін білмейді. Таң атып той болатын күнде келіп жетеді. Таңертең екі кейіпкеріміз де өзін жаман сезінеді. Клаудия той тортын Маргаретпен безендіруді өтінеді. Пит гүл сатып алуда жүргенде досымен сөйлеседі және ойланбай Биді таңдауға кеңес береді. Себебі ол ерекше. Бұл уақытта Би Маргаретке әрекетке көшуге мүмкіндік береді. Себебі өзі сезімдерінде шатасып қалған еді. Бен байқамай Питке қыз заң колледжін тастап кеткенін айтып қояды. Көп өтпей бұл жайлы қыздың ата-анасы біліп ұрыс бастайды. Ақырында Би жігітпен ұрысып қалып, бәріне олар тек ғашықтар сияқты өздерін ұстағанын айтып салады. Ал Питтің иті той тортын бүлдіреді. Бұл жағдайлардың бәріне Клаудия ренжіп кетіп қалады. Барлығы тойға дайындалып жатқанда ол Хелимен ұрысып, Бидің келуімен оның еркектермен ұрысынан соң тойлары құртылып жатқанын айтады. Барлығын байқамай жігіт естіп қалады және қызға барып уақытша бітімге келуге шақырады. Той кезінде олар бір-біріне қараумен болады. Би ата-анасынан кешірім сұрайды. Олар да солай жасайды. Көп өтпей Маргарет Бенмен билеп сүйіп алады. Мұны Би байқап өзінің көңіл күйімен әпкесінің тойын бұзбас үшін кетуді шешеді. Бұл уақытта Бен Маргареттен алшақтайды және бұрынғы жоқ сезімді қайтару үшін армандарда өмір сүргісі келмейтінін айтады. Барлық отбасы жігіттің Биді тапқанын бір ауыздан қолдайды. Бен құтқару қызметін шақыру үшін суға секіріп, ұшақпен театрға аттанады. Биді сөзсіз осында келеді деп болжайды. Жетіп келген Бен кейіпкерімізге өз сезімдерін жайып салады. Би мен Бен жұп болып тойға оралады және барлығының алдында өз сезімдеріне батып, бақытты, керемет уақыт өткізеді. Және сол жерде фильм өз соңына жетеді. Достар, шолу сіздерге ұнаған болса, комментария жазып кетіңіздер. Осымен біздің шолу өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық.